Құлшынсын күшті болу үшін мақсатың айқын болуы тиіс. Өзінің не үшін өмір сүріп, не үшін жұмыс істеп жүргенін әрдайым жадында ұстайтын адамдардың мотивациясы жоғары болады. Олар жай ғана әрекет етпейді, өздері үшін маңызды нәрсеге талпынады. Сол себепті мақсатың мен басымдылықтарыңды анықтап алудың мәні зор. Одан соң соған сәйкес әрекеттер мен міндеттерді таңдайсың. Жұмыс бастылық пен тиімділікті шатастырмаңыз. Егер мақсатыңызға бір табан жақындатпаса, сіздің қанша нәрсе жасап үлгергеніңіз маңызды емес. Тиімділік дегеніміз атқарған жұмыстарыңыздың саны емес, сапасы. Планетадағы әр адам өз ақылымен ойланып, өзгенің пікірінен тәуелсіз шешім шығара білуі керек. Сөйлеуді үйренгенің өскенің, үндемеуді үйренгенің ақылыңның кіргені. Ойланып толғанған адамға ғана ақыл дұрыс жол көрсетеді. Өмір мұхит, уақыт толқын. Пессимистердің қорқынышы, ал оптимистердің арманы орындалады. Өміріңді басынан бастай алмайсың, бірақ оны басқаша етіп, өзгертіп жалғастыра аласың. Өз қиындықтарыңды ешкімге айтпа, себебі олардың 80%-на сенің қиындықтарың қызық емес. Ал қалған 20%-ы сенің қиындықтарыңа керек десең іштей қуанады. Бастаған ісіңе айналаңдағылар күле қараса, жетістікке жеттім дей бер. Мақсатыңды жазып отыр, көп мақсат алма. Бірнеше мақсат жетеді. Бір мақсатқа жеткеннен кейін жаңа мақсат қой. Бүгін уақыт жоқ, ертең көңіл күй жоқ. Ал тағы бір күні біз де жоқ боламыз. Ештеңені ертеңге қалдырмаңыз. Қазір өмір сүріңіз. Өкінбе, өкпелеме бүгініңе. Өмір болмайды түңілуге. Мәңгі сені жазбаған сүрінуге. Қайта тұрып хақың бар жүгіруге. Өкінбе, өкпелеме бүгініңе. Болашағын қатты уайымдаған адам бүгінгі күннің бақытынан айырылады. Сен берілмегенге дейін жеңілген жоқсың. Өмірдегі ең маңызды нәрсе басқалардың айтқанына қарамастан өзіңе сену. Артыңнан түкірсе, демек сен алдасың. Егер кері шегінсең, өкінетін боласың. Сол үшін батылдана алға ұмтыл. Жетістік кілті басқалар ұйықтап жатса оқыңыз. Басқалар қол қусырып отырса еңбек етіңіз. Басқалар ойнаса дайындалыңыз. Басқалар тілеп жатса армандаңыз. Бір кішкентай баладан сұраған екен, кешіру деген не деп. Сонда әлгі баланың берген жауабы, кешіру деген ол гүлдің үстінен қанша таптаса да жұпар иісі шығарып тұруы. Өзіңді жаман сезінген жерге ешқашан қайта оралма. Бір рет көмектесуден бас тартқан адамнан қайта көмек сұрама. Бір рет саған қиянат жасаған адамды қайта жаныңа жолатпа. Біреудің мінін көргенше, жамандығын тергенше, өз ойыңды мазалап, өз бойыңды тазалап, өзіңмен алыс өлгенше. Бүгін ешкім істегісі келмеген іспен айналыссаң, ертең ешкім қол жеткізбеген жағдайда өмір сүресің. Егер барлық тыйымдарға мән беретін болсаңыз, онда ешқашан жетістікке жете алмайсыз. Уақыт өткен сайын көргенде шын қуанатын адамдардың қатары сиреп бара жатқанын байқаймыз. Сізден өздері сұрамайынша ешкімге ақыл айтпаңыз. Адамдар олар үшін істеген жақсылықтарыңызды ешқашан байқамайды. Есесіне олардың айтқан бір рет орындамасаңыз, оны ешқашан ұмытпайды. 1000 шақырым жолдың өзі алғашқы қадамдардан басталады. Адамдар барлық нәрсенің бағасын біледі, бірақ құндылығын емес. Адамдарға шын көңілден міндет қылмай жәрдем бер, бірақ жалқаулар мен еріншектерге емес. Бәріміз кәрілік келмей жатып бақытты өмірдің дәмін сезінуіміз керек. Бәрі қолайлы уақытты күтеді, ал уақыт ешкімді күтпейді. Дүние бір қисық жол бұраңдаған, бақ тайса елге дәулет құралмаған. Күніне 99 бәле көрсең, сонда да күдер үзбе бір Алладан. Егер ісім өнсің десең, ретін тап. Қазақ айтады, қызым жақсы болса бір бақыт, ұлым жақсы болса 1000 бақыт, келінің жақсы болса шын бақыт. Қазақ әйелін жан жолдасым дейді. Бұл үлкен сөз ғой. Жаны мен жаны үндес, ой арманы үйлес, егіз адамбыз дегені ғой. Қатты уайымға салынба, бұйырғаннан қашпайсың, жан аман болса, кез келген қиындықтан өтесің.
Мен туралы көптің не ойлайтыны маңызды емес. Маңыздысы Аллах разы болса болды. Жаратқан біздің кіммен бақытты болатынымызды біледі. Сондықтан керек емес адамдардан айырып, басқа жандарға қосады. Иә Алла, қиыншылық келсе сабыр мен төзім бер. Бақыт берсең бағалауды қосып бер. Бір өзіңді ұмытпаған пенденің жүрегіне иман нұрын төгіп бер. Күлейікші, әрқашан күлейікші. Бұл дүниенің қадірін білейікші. Әр күн сайын Құдайға шүкір айтып, бақытты боп жадырап жүрейікші. Тағдырдың ең үлкен сыйы жаныңда, сенің барыңа шүкір дейтін адамның болуы. Өмір баспалдақ тәрізді, биікке шығарда жолыңызда кездескен адамдармен сәлеміңіз түзу болсын. Сонда баспалдақтан қайта түсер жолыңызда өздері сізге қолдарын созатын болады. Өліміне дейін ешкімді бақытты деп айта алмаймыз. Адамның нағыз адам болғаны қандай тамаша. Өзгеге істеген жақсылығың да, жамандығың да міндетті түрде өзіңе қайта оралады. Бұл ешқандай жаза да, сый да емес, бар болғаны әлем солай жаратылған. Бақытты болғың келсе, адамдармен дүниеге байланбай, мақсаттарыңа қарай қадам бас. Бір адамнан жылулық күтіп өмір бақи қиналғаннан гөрі, онымен қоштасып бір рет қана қиналған артық. Айналаңның бәріне құрметпен қара, мейлі сен ренжіткендер болса да, сонда сен басыңды тік көтеріп жүретін боласың. Ешқашан біреудің өткеніне күлмеңіз, өйткені сіз де өз болашағыңыздан бейхабарсыз. Өмір жолыңызда кездескен адамдар сізге бекер жолыққан жоқ. Олардың біреулері сізге өмірлік сабақ әкеліп, сізді шыңдай түссе, ал біреуі бақыт пен қуаныш сыйлайды. Жаныңдағы жанашырыңды сенің бір қатеңді кешіріп, саған қамқорлық танытқан үшін оны алақаныңда аяла. Өйткені өмір бізді ондай адаммен бір-ақ рет жолықтырады. Өмірде қандай жағдай болмасын, адамдық қалпыңды сақтауды ұмытпа.